Бас ауырғанда не істеу керек? Бас ауруының негізгі себептері. Бас ауруы көпшілікте кездесетін жағдай. Ол әртүрлі себептен болуы мүмкін. Шаршау, ұйқының аздығы, аш қарын жүру, немесе сусыз қалу, көздің шаршауы, телефон, компьютер көп көру, қарау, қан қысымының көтерілуі немесе түсуі, суық тию, тұмау, стресс, мазасыздық. Кейде ауыр дерттердің белгісі болуы да мүмкін. Ми қан айналымының бұзылысы, ми ісігі тағы басқа сол сияқты. Үй жағдайында көмектесетін тәсілдер. Суды жеткілікті ішіңіз. Кейде бас ауруының себебі қарапайым сусыздану болады. Таза ауаға шығыңыз. Оттегінің жетіспеуі де бас ауруға әкеледі. Ұйықтап дем алыңыз. Аз ғана тынығып алу да бас ауруды жеңілдетеді. Көзді демалдырыңыз. Экранға көп қарасаңыз, 15-20 минут көзді тынықтырыңыз. Жеңіл массаж, самай, шүйде тұсын жеңіл уқалау қан айналымын жақсартады. Шуды азайтыңыз, тыныш бөлмеде жатып алған дұрыс. Дәрімен көмектесу. Қарапайым жағдайда парацетамол немесе ибупрофен сияқты дәрілерді қабылдауға болады. Нұсқаулыққа сай, бірақ дәріні жиі іше беру зиян. Сондықтан тек шыдамайтын жағдайда ғана қолданған жөн. Дәрігерге қашан бару керек? Егер бас ауруы мына жағдайларда байқалса, дереу дәрігерге көріну қажет. Бас ауруы өте қатты және кенеттен басталса, көз көруі нашарласа, сөйлеу қиындаса, бас айналу, қол, аяқ жансыздану болса, үнемі қайталанып күнде бас ауырса. Қорытынды, бас ауруы көп жағдайда қарапайым себептерден болады. Сондықтан су ішіп, тынығып, дұрыс тамақтанып, стрессті азайтсаңыз жеңілдейді. Бірақ жиі қайталанса немесе қатты ауырса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.